Так, ассалаумалейкум достар. Умра визасына қатысты Сауд Арабиясы 2026 жылға официально соңғы сұрақтарын жариялаған болатын. Виза рәсімдейтін ең соңғы күн ол 19 наурыз. Сауд Арабиясына умра визасымен кіретін ең соңғы күн ол 2 сәуір. Сауд Арабиясынан умра визасымен шығып кететін күн ол 18 сәуір. Егер де 18 сәуірден кеш қалып қоятын болсаңыз, үлкен суммада штраф бар. Ол 7 миллион мен 13 миллионның арасында. Және де депорт алу мүмкіндігі бар. Қысқа мерзімге, ұзақ мерзімге мүлдем кіргізбей тастауы мүмкін. Так что сақ болыңыздар. Умраға барғысы келіп жүрген жақындарыңызға осы видеоны жіберіңіздер.